Ал сен білесің бе? Күнделікті тағамда жиі кездесетін қырыққабаттың 4000 жылдық тарихы бар екенін. Немесе оның құрамында ми жұмысын жақсартатын сирек заттар болатынын. Бүгін біз қырыққабаттың шыққан территориясы, түрлері мен биологиялық қасиеттері, пайдасы мен зияны, сондай қызықты фактілер жайлы айтамыз. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Қырыққабаттың тарихы жерорта теңізі маңындағы халықтардан шамамен 4000 жыл бұрын басталған. Бүгінгі Brassica oleracea varcapitata сорттарының ата тегі жабайы Brassica oleracea болып табылады. Рим мен Грецияда ол емдік қасиетімен жоғары бағаланған. Ол жайлы ескі ақпарат алғаш жазбалар Гиппократ пен Глинний Старинный еңбектерінде кездеседі. Қырыққабат сөзі түркі тілдерінен шыққан. Мәні қабат жапырақты өсімдік дегенге саяды. Биологиялық сипаттамасы: қырыққабат шаршыгүлдер тұқымдасына жататын 2 жылдық өсімдік. Бірінші жыл жапырақтары розетка құрайды, яғни төртбұрышты. Екінші жылы гүл және тұқым береді. Оның 400-ге жуық түрі бар. Ең кең тарағаны ақ қауданды қырыққабат, немесе өзіміздің қырыққабат. Сонымен қатар қызыл, брюссель, гүлді қырыққабат, немесе брокколиде осы тұқымдасқа кіреді. 100 грамм қырыққабаттың химиялық құрамына келсек, С дәрумені 30-50 мг шамасында болады. Кальций 40-50 мг шамасында. Талшықтар 2-3 грамм. Калий 170-250 мг. Фолий қышқылы 43 микрограмм. Антоциандар қызыл қырыққабатта күшті антиоксиданттар болып табылады. Енді пайдасы: С дәрумені арқылы иммунитеті күшейтеді. Талшық ас қорытуды жақсартады. Антиоксиданттар қатерлі ісікке қарсы әсер етеді. К витамині қан ұюын жақсартады. Пробиотик әсері тұздалған қырыққабат лактобациллус бактериясы арқылы ішек флорасына жақсы әсер етеді. Яғни біздің квашеный капуста. Ал енді зияны ше? Шикі түрінде көп жеу қалқанша безіне зиян. Гоитропен бар. Кей адамдарда газ жиналуы немесе ішке болуы мүмкін. Бүйрек ауруы бар адамдарға құрамындағы оксалаттар зиян болуы мүмкін. Ары қарай қызықты фактілерге тоқталып өтейік. Ойлаңызшы, бір бас қырыққабатта апельсиннен бірдей, тіпті одан да көп С дәрумені болады. Қырыққабатта 300-ден астам фитохимиялық қосылыс анықталған. Бұл оны биохимиялық жағынан бай көкөніс етеді. 2012 жылы Аляскада өсірілген ең ірі қырыққабат 62 келіні тартқан екен. Ресей мен Германияда адам басына жылына 20 килограммнан астам қырыққабат тұтынылады. Қырыққабат жапырағы халық медицинасында табиғи компресс ретінде жара мен көгеруге қарсы қолданылады. Ал сен білдің бе? Сонымен, қарапайым көрінетін қырыққабат нағыз супер өсімдік. Оның тарихы мыңдаған жылға кетеді. Құрамындағы дәрумендер мен қосылыстар денсаулыққа пайдалы. Ал әрбір қабатында ғылымға толы құпиялар жасырылған. Сен қырыққабатта қандай түрде жеген ұнатасың? Шикілей ме, пісірілген бе, тұздалған ба? Пікірде бөлісіп кетші. Видео ұнаса лайк басып жазылуды ұмытпа.